Ұлы Отан соғысы мына жеңіс күні деп 9 майда тойлап жүрген қазақтарға айтарым, қара орыстарға айтарым. Мына әжеміздің айтқан сөзін тыңдаңыздар. Сол соғысқа қатысқан қазақтардың көрген күндерін, көрген азаптарын мына әжеміз айтып отыр. Тыңдаңыздар, миларыңызға кіргізіп алыңыздар дұрыстап. 9 май жеңіс күні емес. Бекерден бекер аталарымыздың қырылып қалған қаралы күні. Сондықтан 9 май еске алу күні. Орысша білмейтіндер де әкем айтып отыратын армияда 41-ші жылы соғыста орысша білмейтін қазақтарды жаман орыстар қорлайды екен. Кезексіз мына атқораны казармаға қойған пәлен солдат, пәлен жүз солдат татады дейді. Орысша білмейтіндерді күніге далаға постыға қойып қояды екен. Күнде тұрасың, бармайын деп қарсылассаң, сүйерді ата салады сен, шыбын құрлық құның жоқ дейді. Шыбын құрлық құның жоқ дейді. Сүйерді атты салады сен дейді. Оңтүстіктің кедейді жаңағы қазақшаға көбеген, орысша білмейді екен. Орыстың шошқасын бақ бардық деп жылаған күндеріміз болған дейді әкеміз айтады. Сөйтіп тұрасың, ертеңіне тағы соғысқа айдайды дейді. Тамаққа шыдасаң да ұйқыға шыдамайды екенсің деп айтатын әкем.